Құрметті ата-аналар, заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында Ішкі істер министрлігі балалардың судағы қауіпсіздігіне ерекше назар аударады. Шомылу маусым басталғалы бері елімізде 69 бала суға батып көз жұмды. Қайғылы оқиғалардың басым бөлігі шомылуға рұқсат етілмеген және арнайы жабдықталмаған жерлерде тіркелді. Қауіпсіздік мақсатында тек арнайы жабдықталған жағажайда шомылыңыздар. Балаларды су айдындарының маңында қараусыз қалдырмаңыздар. Оларға бейтаныс жерлерде шомылудың қауіпті екенін түсіндіріңіздер. Аптап ыстықтан кейін бірден суық суға түспеңіздер. Тыйым салынған орындарда шомылған үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертеміз. Жыл басынан бері осы құқық бұзушылық үшін 2700-ден астам азамат жауапкершілікке тартылды. Құрметті ата-ана, балалардың қауіпсіздігі ең алдымен өз жауапкершіліктеріңізде екенін ұмытпаңыз.